Сәлем балақай. Бүгін біздер математика сабағынан 49-шы сабақ сандарды қосу және азайту деген тақырыпта берілген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Қане оқуымызға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Отбасы мүшелері боулинг ойнады. Ойыншылардың әрқайсысы неше ұпай жинағанын анықта. Мысал түрінде жаз дейді. Бұл жерде суретте әкесі, баласы және анасы ойнап жатырғандығын көруге болады. Енді олардың қанша ұпай жинағандығын білу үшін біздерге кеглиде жазылған балдарды бір-біріне қосуымыз қажет. 10 қосылған екінші жерде жатқан бұл 20 тең болады. 10-ға 20 қосатын болсақ 30. Келесі осы 30 ұпайға жерде құлап жатырған 20 ұпайды қосамыз. Тең болады 50. Келесі бұл 50 ұпайға қосамыз 30 ұпайды. Тең болады 80. Сонда әкесі 80 ұпай жинады. Келесі баласы 10 қосылған 10 тең болады 20. Оған қосамыз 30 тең болады 50. Сонда бұл балақай 50 ұпай жинады. Келесі анасын есептейік. 10 қосылған 30 тең болады 40. Сонда анасы қанша ұпай жинады? Анасы 40 ұпай жинады. Келесі қосу мен азайтуға мысалдар жаз. Олардың мәнін тап. Бұл жерде кесте берілген. Бірінші қатарда қосылғыштар 50, 40, 80. Екінші қатарда да қосылғыштар 10, 50, 20. Үшінші қатарға осы қосылғыштардың мәндерін жазуымыз қажет. Мысал түрінде жаз деген, сондықтан 50 қосылған 10 тең болады 60. Бірінші қосылғыштың мәні 60-ға тең. Келесі екінші 40 қосылған 50 тең болады 90. Екінші қосындының мәні 90-ға тең. Келесі үшінші 80 қосылған 20 тең болады 100-ге. Үшінші қосындының мәні 100-ге тең. Келесі айырма. Бірінші азайғыш, одан кейін азайтқыш, енді айырманың мәнін табуымыз қажет. Алдымен 80-нен 60-ды аламыз. 80 азайтылған 60 тең болады 20. Мәні 20-ға тең. Келесі 40-тан 10-ды азайтамыз. 40 азайтылған 10 тең болады 30. Екінші айырманың мәні 30-ға тең. Үшінші 70-тен азайтамыз 20-ны. Үшінші айырманың мәні 50-ге тең. Келесі тапсырма. Жауабы 30-ға тең болатын мысалдарды теріп жаз дейді. Қайсы 30-ға тең болатынын білу үшін алдымен біздер барлығының мәндерін тауып шығайық. Тең болады 90-нан 60 азайтамыз 30. 50-ге 20 қосамыз 70. 50-ге 0 қосамыз 50. 80-нен азайтамыз 30-ды 50-ге тең болады. 60-ға 10 қосамыз 70-ге тең. 50 азайтылған 10 тең болады 40. 10 қосылған 20 тең болады 30. 80 азайтылған 50 тең болады 30. 80 азайту 60 тең болады 20. Сонда біздерде 30-ға тең болатын
1 2 3 мысалды таптық. Келесі сандардың қосындысын таңда, үлгі бойынша айырмалар құрастыр. Бұл жерде 2 қосынды берілген. Бұның ішінен кез келген қосындыны таңдап аламыз. Соған мына үлгідегі мысал сияқты азайтумен тексеруіміз қажет. Мен бір мысал келтіремін. Мысалға біздер 1 қосылған 6 деген қосындыны алайық. 1 қосылған 6 тең болады 7-ге. Келесі бұл жердегі қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 6 қосылған 1 тең болады 7-ге. Келесі осыны азайту арқылы тексереміз. 7 азайту 6 тең болады 1-ге. Келесі екінші қосылғышты тексереміз. 7 азайту 1 тең болады 6-ға. Келесі екінші ондықтар бойынша. Біздер 50 қосылған 20 деген қосындыны алайық. 50 қосылған 20 тең болады 70-ге. Келесі қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 20 қосылған 50 тең болады 70-ге. Азайту арқылы тексереміз. 70 азайту 20 тең болады 50-ге. Келесі 70 азайту 50 тең болады 20-ға. Үлгі бойынша айырмалар құрастыр деген тапсырманы орындадық. Өзің қалаған сандарды алып, осы сияқты етіп айырмалар құрастырсаң болады. Бүгінгі қосу және азайту тақырыбына арналған сабақ тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.